Қайырлы күн, бүгін сіздерге өзімнің ерекше бір сабақта қолданатын әдіс тәсілімді көрсеткім келіп отыр. Бұл әдіс тәсілдің көмегімен күрделі сандар болады, жаттауға қиындық келтіретін. Осы күрделі сандарды тез әрі оңай есте сақтауға болады. Және де кейбір көрші мемлекеттерде, сосын дамыған мемлекеттерде осы әдіс тәсілге ұқсас әдіс тәсілді олар қолданады екен. 2012 жылы мектепте оқып жүрген кезде осы әдіс тәсілді ойлап таптым, және де ұлттық бірыңғай тестілеуге кірген кезде осы әдіс тәсілдің көмегімен мен тарих пәнінде жоғары балл жинаған болатынмын. Және де осы әдіс тәсілдің қаншалықты тиімді екенін сіздерге көрсету үшін өзімнің сабағымды сіздерге көрсеткім келіп отыр. Осы видеоға назар аударсаңыздар. Енді балалар, сіздер қазір бекіністі тақтаға жылдамдыққа жазасыздар, дайынбыз ғой, алдында жұмыс істейміз, естеріңізде ма? Жақсы, енді төртеуіңіз төрт бағанаға тұра қалыңыздар. Дайынсыздар ма? 1, 2, 3. Жылдамдық. Өте жақсы. Былай қарай тұра қалыңыздар, төртеуіңіз. Ар жаққа тұра қалыңыздар, төртеуіңіз. Енді айтуға дайынсыздар ғой, бастаймыз ба? Жақсы. Біріншісі. Гурьев атырау. 16. Жапшанба. 17. 18. 20. Павлодар, Өскемен, Черногорская, Черняковская, Коряковская, және де Обинск, Олсунгышск. 35. Ор. Хорош. Орынбор. 52. 61. Бұқтырма. Аманша. Келесі 24. 27. Аманқарағай. 32. 31 Аягөз. 31 Аягөз. Сергеополь, иә? Келесі 32. Ақмола. 33. 34. Көкпекті. Келесі 32. Ақмола. 33. 34. Көкпекті. 45. Ырғызторғай. 46. Атбасар. 47. 53. Ақмешіт. 54. Верный. 55. Атбасар. 59. Қастек. 66. Зайсан. 69. Ақтөбе. Барлығымыз білеміз ғой, жалпы. Қазір сіздер төртеуіңіз әрқайсысы айтып шығыңыздар, ал былай керісінше сұрасаңдар білесіздер ғой? Жақсы. Жақсы. Отырамыз, балдар.